Сәлеметсіз бе? Арнама қош келдіңіз. Бүгін мен сізбен бірге шұжықтан, яғни сосискадан ерекше болып дайындалатын америкалық корн-доктың дайындалу жолын көрсетемін. Ол үшін арнайы ыдыс дайындап аламыз. Ыдысқа 3 ас қасық кәдімгі ұн, 3 ас қасық көкөніс ұны, 1 ас қасық қант, жарты шай қасықтан паприка, разрыхлитель яғни қопсытқыш, тұз, мен кішкене сода қостым, және 1 жұмыртқаны жарып, барлығын араластырып аламыз. Жақсылап араластыру қажет, яғни комочек, түйіршіктер қалып кетпеу қажет. Барлығын араластырып алған соң көз мөлшерімен сүт құя бастаймыз. Сүт міндетті түрде жылы болу қажет. Видеода көрсетілген сұйықтыққа дейін сүтті араластыра береміз. Қатты сұйық болып кетсе де болмайды, қатты қою болса да болмайды. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. Барлығын араластырып алдық. Мінекей, видеодағыдай сұйықтықта болуы қажет. Мен келесі кезекте тоңазытқыштан шұжықты алып, алдын ала ерітіп алдым. Оны осылай видеодағыдай 2 бөлікке бөлеміз. Және оны сыртын қабығын түгелдей ашып тастаймыз. Өйткені кейбір шұжықтардың сырты ашулы болады, кейбіреуі осындай арнайы неде қаптаулы тұрады. Шпажканы аламыз. Шпажкіге видеодағыдай шұжықтарымызды қондыра бастаймыз. Бұл өте оңай. Үй жағдайында балдарға дайындап берсеңіздер, өте керемет нәрсе. Видеода мен дайындап алдым, арнайы тостақ алдым, ыңғайлырақ болсын деп оны алдым. Жаңағы видеода көрсетіп тұрғандай ұнға бірінші малып аламыз, екінші жаңағы біздің дайындаған соусымызға малып аламыз, үшінші кезекте жаңағы майға жақсылап пісіріп аламыз. Небәрі 2 немесе 3 секундта піседі. Ол үшін алдын ала май жақсы қызуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Жасалу жолы да, балдарға берсеңіздер де өте керемет нәрсе, қолдарына ұстап жей береді. Видеоның құрамы толығырақ астында описанияда жазып кетемін міндетті түрде. Және де сырты хрустящий болу үшін басқа да заттар қолдануға болады. Оны келесі видеоларда көрсетемін. Менің видеом ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетулеріңізді өтінемін. Келесі видеода кездескенше.